Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздермен шоколадты құрма жасау тәсілімен бөліскім келіп отыр. Соңына дейін көріп, ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өткенде осы шоколадтарды сіңлім Дубайдан алып келіпті базарлыққа. Сосын осыны жеп көргеннен кейін неге осыны үйде істеп көрмеске деп ойладым. Істелу тәсілі өте қарапайым. Біз бұны осылай ашық дастарханға қоюға, коробкаға салып достарымызға сыйлауға болады. Бізге керегі құрма, құрғақ болғаны өте жақсы, ірі болса, шоколадтар, екі түрлі жаңғақ, грек жаңғағы, миндаль, сосын әрлеуге осындай азғана шоколадтың түрлері. Біз бірінші құрманың арасындағы дәндерді тазалап аламыз. Барлығын тазалап дайындап аламыз бірінші. Содан кейін, тазалап болғаннан кейін, бұлардың арасына дәндерімізді салып шығамыз. Біз жартысына грек жаңғағын, жартысына миндаль салғалы жатырмыз. Осының арасына карамель кремін салып істеуге де болады, бірақ үйде тәттіні көп желінбейді. Сондықтан біз тек қана құрманың өзінің тәттілігіменен жаңғақты араластырып істеп жатырмыз. Бәрін осылай екі бөліп салып аламыз қазір. Міне екеуін бөліп салдық. Жартысындағы миндаль, жартысына грек жаңғағын салып қойдық. Енді біз мына шоколадтарды монша буында ертіп аламыз. Осылай ағын бөлек, қарасын бөлек ертіп алатын боламыз. Бұны жақсылап ертіп алғаннан кейін қайта суытамыз. Жақсылап салқындатып болғаннан кейін барып құрмаларымызды шоколадқа ұнатып алатын боламыз. Біз мына миндальді құрманы қара шоколадқа салдық. Грек жаңғағы менен ақ шоколадқа салдық. Екі бөлек осылай қойып, шамалы уақыт мұздатқышқа қойып қоямыз. Бір 10-15 минуттай мұздатқышқа қоямыз. Міне енді бәрін шоколадты аунатып алдық. Енді біздің екі түрлі вариантта әрлейтін заттарымыз болып тұр. Біріншісі шоколадты мұздатқышқа қатырмай тұрып әрлеп аламыз. Шоколадты түрін мұздағаннан кейін барып әрлейміз. Мыналарды мұздағаннан кейін әрлесеңіз, мына шоколадқа жабыспай қалады. Сондықтан шамалысын осылай шоколад кеппей тұрып салып аламыз. Одан кейін қалғанын мұздатқыштан шыққаннан кейін саламыз. Біздің шоколадты құрмаларымыз міне тоңазытқыштан шықты. Енді бетін шоколадпен осылай әрлеп шығамыз. Міне біздер шоколадты түрмен әрлеп болдық. Енді осыларды ыдыстарымызға салып, осылай коробкаға салып, ыдыстарымызға салып, әрлеп сәндеп қоюымызға болады. Міне қазір мен сіздерге көрсетейін. Дубайдан әкелген конфетті арасын кесіп көрсетейін. Содан кейін өзіміздің орехты көрейік. Ішінде миндаль, құрма, шоколад. Міне біз өзіміздің істегеніміз грек жаңғағы миндальмен. Ешқандай армашылық жоқ, дәмінде де бәрі сол бір құрма. Сіздермен бірге болған Лейла. Ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.